Цалакиду Elizabeth Пец, Кипр FIDE Women's Grand Prix. Е4 С5 Сицилиан қорғанысы АТФ шатсы 6 піл Б5 Россолима варианты Ж6 рокировка піл Ж7 тура Е1 және сарбазды негізгі орталыққа қойды. Алдық және А4. Бұл жүйенің ең басты мақсаты сарбаздарды ақ түске орналастыру. Өйткені ақ піліміз жоқ. Сол себепті ақ пілдің міндетін атқаратын біреу болу керек. Уәзір Е7, ат А3, ат H6, D3, F6 және ат C4. Байқасаңыздар, барлық сарбазды ақ түске орналастырды. Өйткені ақ піл жетіспейді. Мына пілдің мүмкіндігі шектеулі екенін көріп тұрсыздар. Өйткені оған ешкім көмектесіп тұрған жоқ. Піл Е6, А5, рокировка, піл Е3, ат Ж4, піл Д2. Әрине бұл пілді беруге болмайды. Бұл піл деген өзімізге керек. Ат H6, Б3, тағы да бір рет көрдіңіздер ме? Бүкіл сарбаздарды ақ түске орналастырды. Мына пілдің мүмкіндігі әрине шектеулі. Мына атты керемет деп айта алмаймын. Тура F D8, уәзір C1. Бұл енді батареяны құрды. Бұл батареяның ең басты мақсаты мына H6-дағы аттың көзін жою. Бұлай және піл Е3. Тура D7 және уәзір А3. Мына C5-тегі сарбазға шабуыл жасау. Піл F8, ат F2, бұлай және F4. Уәзір қанатында шабуыл жасауға мүмкіндігіміз болмағандықтан біз деген енді орталыққа да әсер етуімізге тырысамыз. B5 және AB. Бұл енді өткелде алу ережесі деп аталады. Алдық. Енді мынау оқшауланған сарбаздардың бірі жалғыз сарбаз, оны міндетті түрде тек қана фигуралармен қорғау керек. Уәзір А6, Филидорды есімізге түсіреміз және мына Б6-дағы сарбазға шабуыл жасаймыз. Тура Д Б7 және ат F3. Мына жерге шабуыл жасаудың басқа амалы. 1 және 2. Піл D7, тура F1, болашақта F жолы бізге керек боладау деген мақам. B5 және ат D2. Уәзір D6 және піл F2 мүмкін бұлай жүреміз, мүмкін бұлай жүретін мүмкіндіктеріміз болатын шығар, көреміз енді. Піл Е6, патша H1, жалпы Сицилиан қорғанысында жиі қолданылатын амалдардың бірі, мына патшаны H1-ге қояды көбінесе. D7, уәзір А5, тура D8, піл H4, мына жерге шабуыл жасау, әзірше қараларға бір айтарлықтай қысым көрсетіп отқан жоқ. Бұлай ат Ж5, өйткені мына екі ат бір-біріне кедергі жасап тұр. Сол себепті бір аттың көзін жойған дұрыс. Алдық. Және піл Е7, піл Е3, тура F8, алдық және уәзір C3. Мүмкіндік бар болса, болашақта мына жерге шабуыл жасау және мына жерге де шабуыл жасаудың амалы. Тура Е8, тура F1, ашық F жолын басып алу керек. Тура А8, H3. Айтқанындай бүкіл сарбаздарды ақ түске орналастырды. Неге? Өйткені ақ піліміз жоқ, ақ пілдің міндетін атқаратын біреу болу керек. Тура А2 қомағайлар қатарына келді. Ат F3, мына жерге шабуыл жасадық. Б4 және уәзір негізгі орталықтағы сарбазды алды. Бұлай қарасаңыздар, бар болғаны 1.25. Енді өрескел қате тура C2. Тура C2 деңгейін жағдай ушығып кетті. Енді көрек неге. Піл H6, бұл деген піл шеге деген лақабаты бар. Алдық және патша H8. Патша H8, ат C6, бұл енді 8 аяқ аттардың бірі. Мына жерге шабуыл жасап тұр. Бұлай және Ж3 мына піл қолға түсті. Мына піл қолға түсті. Сол себепті жағдай қиын. Мына жерге баруға болмайды, мына жерге бірде-бір жерге қоюға болмайды. Мына піл деген қолға түсіп қалды. Және Ставрула Цалакиду Elizabeth Пецті осылай ұтып алды.